көбірек студенттермен жұмыс істейсіздер, иә? Иә, біз көбірек студенттермен жұмыс жасаймыз. Осы педагогик мамандықтар. Иә, педагогик мамандықта оқитын. Соларға біз қосымша білім беру, ағылшын курстары, семинар, тренингтар, болашақта мектепке дайын барсын. Болашақта мектепте жұмыс, үлгілі ұстаз болсын, үздік ұстаз болсын деген мақсатта. Бұйырса біз сенеміз саған. Өте жақсы ұрпақ келе жатыр, өте күшті бір жастар келе жатыр, өте күшті мынандай бір мұғалімдер келе жатыр. Бұйырса білім саласы одан, мектептеріміз одан сайын көркейеді деген, одан сайын біздің білім саламыз жақсы мұғалімдермен толады деген ойдамыз да. Жалпы сондай жақсы нәтижелер болып жатыр. Біз өзімізде осы нәтижелер көріп, осындай Елдос сияқты түлектеріміз көргенде тағы бір шабыттанамыз. Демек көбірек жұмыс жасауымыз, өзімізге міндет қоямыз. Демек көбірек жұмыс жасауымыз керек екен. Әлде бұл бағытта көбірек жұмыс жасайық, одан сайын жұмысымызды жалғастырайық деген өзімізге де бір шабыт болады. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Ойымыз, пікірім, неміз бір жерден шығып жатыр. Дастарханымыз берекелі болсын, еліміз берекелі болсын, үйіміз тек жақсылыққа, қуанышқа толсын дегенімізге жетіп, мақсаттарымыз бәрі орындалып, отбасына амандығын беріп, Құдай қаласа жақсы күндер кездесіп, қуаныштарымыз молынан болсын. Variants of listening, yes. So now look at the questions of listening. Okay? I think it's a very good project. Is there anything we can do to help? Бізде ең алғаш кірген кезімізде ол жобаға біздің сол жауапты кісі айтатын: сендер мұғалім болам деп емес, ұстаз болам деп барыңдар деп. Біздің қазіргі мақсат ұстаз болу. Жай ғана ағылшын тілін үйрету емес, балаға тәрбие бере алу. Өзіңнің кемшіліктеріңді түзеп қана сен оқушыларға ұнай бастайсың. Яғни өзіңді ғана дамыту арқылы ғана сен оқушыларға өзің ықпалыңды көрсете аласың. Әрине біз бірінші ең алдымен өзімізбен жұмыс жасау керекпіз. Бірақ қазіргі уақытта өте уақыт тығыз, алдыға қарай жұмыс жасау керек. Жауапкершілік сезіледі. Бізде сол сөз маған өте қатты ұнайтын. Жалпы мұғалім көп адам бола алады, бірақ ұстаз көп адам бола алмайды. Ұстаздық болу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Менің қатарымдағылар тек қана университеттің білімімен шектелсе, мен екі бірдей жобаның түлегімін. Яғни менде көбірек семинарларға қатыстым, көбірек білім, жалпы ұстаздармен кездестік ол уақытта. Оның барлығы білім. Барлығы біз білмейтін, қарапайым студенттің өтпейтін нәрселерін біз естідік, тыңдадық, практика жүзінде көрдік, семинарларға қатыстық. Яғни бізбен ұдайы жұмыс жасаған әсерінен бізге сондай көптеген пайдасын алып келді. Және оның жемісін мектепке кірген кезде бірден байқадық. Жалпы айтып отырмын ғой, кезең бойынша қабылдайды, емтиханмен қабылдайды. Емтиханнан сүрінгендер болады, екінші кезеңнен сүрінгендер болады. Олардың бір бізге қызығып қараған сезілетін. Яғни біз бір нәрсені талқылайтынбыз, бірге жайлы сөйлесетінбіз, жоспар құратынбыз. Оны көрген студент әрине қызығып қарайды. Жалпы біздің өзіміздің сол білмеймін неге екенін, біздің ортамыз сондай болды. Дамушы ортаға түстім. Жалпы осы камп, осы жобаның бір фишкасы бар. Яғни жылына 2 рет болады. Жарты жылда осы камптың демімен, осы камптың білімімен біз жарып шығатынбыз. Және келесі кампты күтетінбіз. Жазда, қыста. Яғни жаздан қысқа дейін сонымен жүреміз, қыстан жазға дейін сол ақпаратпен жүреміз. Сол кездегі атмосфераны сезіну, бір ұйымшылдыққа барлығы ұстаздар. Сол ұстаздардың сезінген нәрсесін сен де сезінесің, олардың жеген тамағын сен де жейсің. Яғни ұйымшылдыққа, бауырмашылдыққа тәрбиелейді. Өзінің уақытында білім аламыз. Кешке әлеуметтік жобалар болады.
спорттық жобалар болады. Енді 7 күн 4 күн, яғни сондай бір апталық жоба. Егер де сол бір апта бойы біз соны жасасақ, яғни оның әсері жарты жылға жетеді. Яғни біз соның буымен, соның демімен кәдімгідей қопаратымыз ғой. Университеттегі де, жалпы оқуларымызды да, былай жалпы. Жеке таныстыру болған жоқ әрине. Бірақ та бизнесмендер, жалпы спонсорлар бізге қолдау көрсететін. Жалпы бұл жобаның маңыздылығы үшін олар жалпы көмектесуге дайын екенін әрдайым айтатын. Кездескім келетін. Кімдер, неге деп. Сондай сұрақ болған негізі. Кім беріп жатыр? Қандай кісілердің біз үмітін ақтауымыз керек? Рахмет. Бізге мүмкіндік берген үшін рахмет деп айтатын. Шынайы өзімнің лебізімді білдірем. Өйткені әркімнің басына келе бермейтін бір бақыт сияқты негізі. Бұл жобада жүрудің тек қана шәкіртақы емес, бұл жерде мәселе. Атмосфераны сезіну, даму, жалпы бір деңгейде қалмау, студентті дамытып отыру, ол кез келген ұйымның жасай алатын дүниесі емес. Дер кезінде өзінің уақытында танысқаныма, сол жақтың түлегі болғаныма мен ризам, көкірегімді көтеріп айта аламын. Осы жақтың түлегімін деп, және де менің артымнан ілесіп келе жатқан бауырларыма нық түрде, сенім түрде айта аламын. Осы жаққа кіріңдер, жұмыс жасаңдар, жалқау болмаңдар, ертең жемісін көресіңдер деп. Sometimes I feel like I wanna go back to a time before my На память, mind Кимель, на память. Про вашу опайку. Пару слов про опайку скажите. Про опайку это самая лучшая. Почему она самая лучшая? Потому что опайка очень добрая, очень веселая. Мне нравятся ее уроки. down on me. Make me into more than a corner. Perhaps a little bit stronger. Thicker skin, less needy, and maybe to number so damn easily, but you can't. And I won't. Okay, it's down. It's up. It's down. It's up. Ең алғашқы семинар әлі есімде ше. Бәріміз бірге келдік. Неге семинарға? Не болады, қандай проект вообще? Еще мен ағам айтады ғой, стипендия береді деп. Қандай стипендия? Типа сен бірінші курс студентсің. Қандай кім беріп жатыр стипендия? Сол кезде Асхат Келешов ағай осы семинарды видеомен бастады. Ыбырай Алтынсариннің балаларға әліппені үйретіп жатқан. Сосын алаш азаматтардың осы проекті, осындай проектті 20 ғасырда бастағанын айтты, түсіндірді. Олар да демеушілерді іздеп, мектеп салып, кітап жазып, сосын ол түлектер тоже әртүрлі елдегі институттарға барып оқып, қайттан келген. Сосын білім саласына қатысты көптеген жобалар жасаған. Осыны естіген кезде мен қатты не істедім, толқыдым, себебі осындай проект қазір егемендігімізді алған, тәуелсіздігімізді алған Қазақстанда қайтадан жалғасып жатқанына андай қатты қуандым да. И сол кезде менде уже жауапкершілік сезімді айта аламын. Себебі жаңада айтып өткендей демеушілердің қолдауы, сол жерде ұйымдастырушылардың ықыласынан мен осы жобаның миссиясын үлкен екенін түсіндім. Және бұл андай ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беретін бір жоба ретінде көре алдым. И сол кезде түсіндім, мына жақта мені танымайтын адамдар, 20 мың студенттің ішінен мен таңдалып тұрмын, осындай проектке еще стипендия береді. То есть ол кісілер маған дайын өздерінің инвестициясын құюға, біліме деген. Мен, значит, жауапкершілік алып, терең түсініп, миссиясын жауапкершілікпен қарау керектігін мен түсіне алдым. Сол бір сәттен маған рұқсат берді өзімді тануға, өзімді дамытуға, өзімнің бойымдағы шынайы потенциалымды көруге көмектесті деп айта аламын. Жан-жақты дамыған бір 4 жылдың ішінде тұлға болып шықтым. И
мектепке келгеннен бастап өзімді жан-жақты көрсете алдым деп ойлаймын. Себебі 4 жылдың ішінде әртүрлі семинарлар өтті, тренингтар болды, курстар болды. Олардың барлығы менің бойымдағы soft skillстарды дамыттырды. Problem solving, communication, teamwork, leadership, organizing, бұның барлығы мұғалім жасай алу керек нәрселер. И мен ол нәрсені 4 жыл бойы осы проект кірпіш ретінде қалады да, жеке тұлға қандай болу керек. Сол нәрсемен мен мектепке келдім. Мектепте кез келген проблеманы шешу, жаңағы оқушылардың арасындағы бірлікті ұйымдастыру, бір-біріне деген бауырмашылықты арттыру, оқушы мен оқушы, ұстаз бен оқушы, ата-ана мен ұстаздың арасындағы байланысты арттыру деген секілді мәселелерді оңай түрде шеше алдым деп айта аламын. Енді демеушілер кім екені саған қызық қой, негізі. Қазіргі бизнесмендер сол кезде Асхат ағай оларды күшті немен айтатын, ассоциация қылып айтатын, теңіз түбіндегі маржандар деп. Сендер оны көрмейсіңдер, бірақ олар сендерді әрқашан қолдауға дайын деп. И шыны керек, көрмесең де оларға сенесің да. Себебі 4 жыл бойы олардан қолдау күту өте үлкен көмек деп айта аламын. Себебі қазір студенттердің жағдайын қараса, Қазақстандағы өнерге түседі, сосын барып әртүрлі жұмыстар жасайды. Әртүрлі жұмыстар жасап, өзінің жастық шағының бағалы уақытын кетіріп алады да. А тут демеушілер қолдайды, әртүрлі проекттермен көмектеседі, сені тұлға ретінде қалыптастыруға өз үлестерін қосады. Сондай бір айырмашылықты байқадым. И осының барлығы маған осындай үлкен жауапкершілікті сезінуге көмектесті. Так, мен оларды көргім келеді, әрқайсысына рахмет айтып, себебі қазіргі өзімді, қазіргі Назым 5 жыл бұрынғы, 6 жыл бұрынғы Назыммен айырмашылығы өте үлкен. Себебі бұл жоба бір ассоциациямен айтайын, қараңғы түнде кетіп бара жатасың, и темір қазық бар, который саған жол көрсететін. Темір қазық осы бір жоба болды да маған. Жол көрсетті, өзімнің өмірге деген көзқарасымды қалыптастырды, осындай жол бар екенін түсіндірді. Уже басылып кетті ма? Қалайсыздар? Газеті, бірнеше ғасырлық тарихы бар. Мінекей мынау егеменді басқарған тұлғалар: Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин. Жұмыс орным осы жер, осында отырып жазамын, оқимын деген секілді. 11 сынып оқып жүрген кезде сана оқу орталығында оқыдым. Сол жақтағы ағайлар бізге айтты, осындай жоба бар, енді дамып келе жатыр, осыған қосылыңдар деді. Біз түсінген жоқпыз енді, өйткені біздің ағаларымыз да бұндай жобада оқымаған, былайша айтқан кезде ондай түсінік жоқ. Ол қалай сонда біз мемлекеттен стипендия аламыз, тағы да біреулер стипендия берді, бұл не қылған батпан құйрық дегендей. Сосын бізге түсіндірді, мысалы сен ағылшын оқисың, оған 10 мың теңге береді, кітап оқисың, оған 10 мың, жаңа спортпен айналысасың, оған бөлек-бөлек, қысқасы тағы да саған 40 мың теңге стипендия береді деген кезде енді көзіміз жайнап кетті. Ең алғаш солай басталды, қызығушылықтан. Сөйтіп, бірінші курсқа түскен кезде немізді жібердік, резюме сияқты, өзіміз сөйлестік бұлай. Сөйтіп, жобаға түстік, содан бері 4 жыл оқып, жобаның түлегі атандық. Осы жобаға түскен кезде әлі есімде, ең алғашқы жазған рецензиямыз бір кітапқа пікір жазамыз, яғни Орынша Қарабалинаның «Ұстаз бақыты» деген кітап еді. Сол кітапта мынадай бір сөздер жазылған, және ол әлі күнге дейін жадымда жатталып қалды. Диплом алғанның бәрі педагог емес. Мұғалімдікке жалақы алу үшін, күн көру үшін барғаннан асқан сор жоқ. Ол балалардың соры. Саясатта, шаруашылықта, тіпті соғыста кеткен қатені түзетуге болады, бірақ тәрбиеде кеткен қатені түзеу мүмкін емес дейді. Қысқаша айтқанда, мұғалімдіктің маңызы осыдан көрініп тұр деп ойлаймын. Яғни адамзаттың ең бір қалыптасуы өзегі осы тәрбиеде жатыр. Сондықтан мұғалім мамандығының өкілдері адамзатты тәрбиеге баулайды, біліммен қатар. Сондықтан осы жоба маңызды енді. Мен өзім осы ақпарат саласында жүрмін.
ақпарат, Ахмет Байтұрсынов айтпақшы, газет бұл халықтың құлағы, көзі һәм тілі. Яғни біз қандай да бір ақпаратты мынау жақсы екен деп жеткізсек, халық солай ұғады. Мынау жаман екен деп жеткізсек, оны халық солай ұғады. Бір ғана нәрсе болуы мүмкін. Біз қалай сипаттаймыз, халық солай түсінеді. Енді менің қоса алатын үлесім осы мұғалім мамандығын мәртебесін көтеру, жақсы жағынан насихаттау, өзімде осы жағынан қазірдің өзіне үлес қосып жүрмін деп ойлаймын. Мәселен, ерекше жандарды жазуға тырысам. Жақында жазған мақала, мәселен, бастауыштан беретін Бекболат ағай деген мақала жаздым. Негізі бастауыштан көбіне әйел мұғалімдер сабақ береді ғой. Ал Бекболат деген ағай бастауыштарға, анау садиктен кеше ғана келген балаларға сабақ беріп жүр. Ер адам бола тұра. Ол ерекше тұлға мәселен. Енді сол жағынан ерекше тұлғаларды дәріптеп, осылай насихаттап жүрмін. Қазақта сөз бар, оң қолың бергенде сол қолың көрмесің дейді. Соны ұстанғандықтан болар, біздің ағайларды сендерге ақшаны мына кісі беріп жатыр деп қандай да бір кісінің атын атаған жоқ. Сендерге қазақтың осы жанашыр ағалары қолдау білдіріп жатыр, сондықтан сендер барынша оқыңдар, тоқыңдар деген еді. Сондықтан біз де одан кейін әрі қарай түсіндік, бастысы. Әйтеуір бір артымызда жанашыр тұр, демек біз білім алуымыз керек, дамуымыз керек деген сияқты. Нақты бір ақшаның кімнен келіп жатқанын қазбалап сұрамадық одан кейін. Әйтпесе елімізде түрлі жаңағы демеушіліктер көп қой. 10 мың теңге берсе де астына атын жазып қоятын. Ал бұл жобаның сол құндылығын арттырғанда осы деп ойлаймын. Былайша айтқан кезде өзінің атын шығаруды мақсат етпейді спонсорлар. Барынша тек осы балалардың білім алуына жағдай жасағандығы. Иә, елге қызмет деген. Мысалы, артында қанша тұлға бар. Бұл кісілер не үшін тарихта қалды? Олардың бәрі ұлтқа қызмет еткен кісілер. Ұлтқа түсінгенім, ұлтқа қызмет еткен адам ғана тарихта қалады. Өйткені тарих ол да бір ұстаз, ол да ғұлама, сұрыптай біледі былайша айтқан кезде. Сондықтан менің миссиям барынша, әйтеуір қай салада жүрсем де, мейлі мен алда не күтіп тұрғанын білмеймін. Мүмкін мен мұғалім болуым да мүмкін алда уақытта, мүмкін ғалым болуым мүмкін, мүмкін осы тілшілік жолды жалғастыра беру мүмкін. Бірақ қалай болғанда да шама шарқым келгенше еліме қызмет еткім келеді. Жұмыс бастаған кезде, 93 жыл бастадым мен. Айлығым 7 теңге еді, әлі есімде. 7-ақ теңге еді. 90 жылдардың қиын, тоқырау кездері, ұстаздар нарыққа шығып кетіп, ала дорбаларын аралап кеткен кездері. Сол кезде бізге де қиын болды. Айлық та аз, айлық уақытылы бермейді, 5-6 айға дейін бермейді. Бірақ соның бәріне төздік, шыдадық. Келешекте бәрі жақсарады ғой деп ше, сол саланы біліп үйрену үшін келдік. Сол шүкір Алла, қазір енді ертегі болып көрініп отыр ол zaman. Күліп еске алады. Иә, айлықтың азына қарамай, қиындыққа қарамай біз сол кезде ойлаймын бір шешім. Біз де жаспыз ғой, ол кезде базарға кетіп қалсақ тоже, бизнеске кетіп қалсақ, сол кезде мектепте кім жұмыс істейді мысалы. Дами берсін осы жобаларыңыз. Осындай білімді жастарды қолдап жүре беріңіздер. Солардың болашағын ашып, жол көрсетіп болашаққа. Әрқашан сіздерге табыс тілейміз осы.